Футболда жеке шеберліктен бөлек бойдың да алар орны зор. Бүгінгі видео дәл осындай ойыншыларға арналады. Яғни бойы ұзын футболшылардан құрам жинап, оларды Ла Лигаға апаратын боламыз. Ендеше көп созбай видеомызды бастайық. Алғашқы ойыншы бізде Реал Мадридтің керемет қақпашысы Куртуа. Оның бойы 200 сантиметрді құрайды және құны 51 миллион евро. Қазір біз осы бір ойыншыны өзіміздің сапымызға қосуға тырысатын боламыз. Қазір біз оған 60 миллионды ұсындық, бірақ бағаны 63 миллионға дейін көтерді. Жарайды, бұл ұсыныспен келсеміз. Және міне, алғашқы ойыншы бізде қатарымызға қосылды. Бұл құрамдағы алғашқы қақпашы. Ендеше екінші қақпашыға қарай өтейік. Екінші қақпашы бізде Донарума. Дәл қазіргі сәтте Манчестер Ситиде өнер көрсетеді, бірақ FIFA-да PSG деп тұр, өйткені енді база сол 2024-25 жылғы трансферлермен қалып қалған. Оның құны бізде 76 миллион екен. Біз оған қазір 88 миллион евроны ұсынып көрейік, бірақ бағаны 109 миллионға дейін өсірді. Біз бұндай ақшаға келісе алмаймыз. Қазір 89 миллионды ұсынып көрейік, 94-ке көтерді. Жарайды, ұсыныспен келісеміз. Осылайша міне екінші қақпашымыз да қатарымызға қосылды. Екі бірдей өте керемет қақпашы енді біздің сапымызда. Енді қорғаушыларға. Біздегі алғашқы қорғаушы Барнетті қорғаушы. Оның бойы 198 сантиметрді құрайды және жасы 32-де. Оның құны бізде 9 миллион екен. Енді 7 миллион ұсынып көрейік, келсе ме? Сәл ғана бағаны көтерді. Бұл ұсынысқа келісеміз. Осылайша сапымызға алғашқы қорғаушы да қосылып отыр. Енді тағы да қазір бірнеше қорғаушыны қосып сапымызды күшейтеміз. Және біздегі келесі қорғаушы Рудигер. Реал Мадридтің керемет қорғаушысы және бойы 190 сантиметр. Қазір оның құны бізде 62 миллионды құрайды екен, бірақ біз 70 миллионды ұсынып көреміз. Және бұл ұсынысқа бірден келісті. Бұл сапымыздағы екінші қорғаушы. Өте керемет қорғаушы қатарымызға қосылды. Енді үшінші қорғаушы. Үшінші қорғаушы бізде Харри Магуайр. Оның бойы 193 сантиметрді құрайды және рейтингі 80. Қазір оның құны бізде 14 миллион 500 мың. Ал біз 20 миллион ұсынамыз және бұл ұсынысқа бірден келісті. Міне үшінші бірдей қорғаушы қатарымызға қосылып отыр. Және төртінші қорғаушы бізде Рубен Диас. Оның бойы 187 сантиметр екен. Қазір біз оған 100 миллион ұсынып көргенбіз, бірақ 106 миллионға өсірді және ол ұсынысқа келсек. Бұл біздегі төртінші қорғаушы және біздегі бесінші қорғаушы Николас Суле. Ол Боруссия сапында өнер көрсетеді, бойы 195 сантиметрді құрайды. Қазір оған біз 30 миллион евроны ұсынып көрейік және басқа бір ойыншымызды сұраптыр. Жарайды, келсе саламыз. Және біздің бесінші қорғаушы да сапымызға қосылды. Бұл бізде демек барлық қорғаушылар сатып алынды деген сөз. Ендігі кезек жартылай қорғаушылар. Ендеше сол жартылай қорғаушыларға өтейік. Алғашқы ойыншы бізде Савич, 29 жасар, бойы 192 сантиметрді құрайтын жартылай қорғаушы. Кеттік сатып алайық. Құны 52 миллион екен жалпы, бірақ біз оған бір 57 миллион ұсынып көрейік. Және бұл клубта бізде басқа бір ойыншымыз сұрап тұр. Және жарайды, келсек, осылайша алғашқы жартылай қорғаушы біздің сапымызға қосылды. Ендігі кезекте екінші жартылай қорғаушыға өтейік. Горецка, оның бойы 189 сантиметр, Баварияның жартылай қорғаушысы. Қазір оны да сатып алуға тырысып көреміз. Қазір біз оған 29 миллионды ұсынып көреміз. Бұл енді клубта басқа бір ойыншымыз сұрап тұр. Жарайды, келсеміз және осылайша бізде кезекті жартылай қорғаушы сапымызға қосылды. Ендігі кезек үшінші жартылай қорғаушыға өтсек болады. Родри Манчестер Ситидің керемет жартылай қорғаушысы және бойы 191 сантиметр екен. Бұл ойыншының құны өте жоғары, біз оған 137 миллионды ұсындық және бұл ұсынысқа бірден келісті. Осылайша міне көріп тұрғандарыңызда үш бірдей керемет жартылай қорғаушыны қатарымызға қоса алдық. Енді тағы да бірнеше жартылай қорғаушыларды қоссақ, біздің жартылай қорғанысымыз дайын болады. Рабиот, бойы 191, Марсельдің сапында өнер көрсететін ойыншы. Кеттік, сатып алайық. Қазір біз оған 40 миллионды ұсынып көреміз және 40 миллионға бірден келсе өте тамаша. Осылайша төртінші жартылай қорғаушы да қатарымызға қосылып отыр. Міне жартылай қорғаушы да толығымен толды. Енді шабуылшылар. Біздегі алғашқы шабуылшы ол сербиялық Влахович, бойы 190 сантиметрді
құрайды. Ювентустың шабуылшысы. Және бұл ойыншыға біз қазір 60 миллион евроны ұсынып көрейік. Және келсе ме? Жоқ, 76 миллионға дейін көбейті, жарайды, келісеміз. Осылайша сапымызға алғашқы шабуылшы қосылды, өте керемет шабуылшы деп айта аламыз. Және екінші шабуылшы бізде интерлік, яғни интер құрамасына өнер көрсететін Турам. Оның бойы 192 сантиметрді құрайды, және оған біз қазір 64 миллионды ұсынып көрдік. Бірақ әдеттегідей басқа бір ойыншымызды сұрады, біз бұл ұсыныспен келістік, және осылайша екінші шабуылшы қатарымызға қосылды. Енді үшінші шабуылшыға өте берсек болатын секілді. Және біздегі үшінші шабуылшы ол Исак. Бойы 192 сантиметр, Ньюкаслдың шабуылшысы, өте жас талант десек те қателеспейміз. Бұл ойыншының құны енді жоғары болары сөзсіз, қазір біз оған 87 миллионды ұсынып көрдік. Бірақ тағы да біздің басқа бір ойыншыны сұрады, осылайша біз Исакты да өз қатарымызға қоса алдық. Енді соңғы бір шабуылшы ғана қалды, сол шабуылшыны қоссақ, біздің құрамымыз толыққанды дайын болады. Және бізде соңғы шабуылшы ол Веххортс, және оның бойы 197 сантиметрді құрайды. Ендеше көп созбай осы соңғы бір ойыншыны сатып алайық. Оның құны 9 миллион 8 миллион 600 мың евроға сатып алдық. Міне осылайша барлық керекті бойы ұзын ойыншыларды сатып алдық. Енді оларды құрамға сәйкестендіретін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл біздің негізгі құрам, өте керемет. Кімді қосып, кімді алып тастар едіңіздер, пікірге жазып кетіңіздер. Ал біз қазір маусым соңына дейін уақытты өткізетін боламыз. Бойы ұзын ойыншылар 38 ойында 24 рет жеңіске жетіп, 8 рет тең ойнап, 6 рет жеңіліп, 80 ұпаймен 3-ші орынды иеленген. Ал 1-ші орын мен 2-ші орынның арасында соңғы ойынға дейін текетіріс жалғасып, Атлетико Мадрид доп айырмасы арқылы чемпион атанып кеткен екен. Жалпы бұл маусым өте бір қызықты болғанын көре аламыз. Ал Испания кубогында Атлетико Мадридті 2-0 есебімен жеңіп, 1-8 финалға жолдама ала алған екен. Ал ендігі 1-8 финалдағы қарсыластары Малорка атанып, оларды 1-2 есебімен жеңіп, минималды есеппен келесі кезеңге жолдама ала білді. Және келесі кезеңде Реал Сосьедадты 3-0 есебімен тас талқанын шығарып, 1-2 финалға еш қайналмай өте алды. Және 1-2 финалдағы қарсыластары Барселона атанып, Барселонада 2-6 есебімен тас талқан қылдырып, финалға еш күмәнсіз өтті. Және финалда Севилья клубын 3-1 есебімен жеңіп, алғашқы трофейлеріне ие болды. Чемпиондар лигасында бұл құрама 6-шы орынды иеленіп отыр, яғни 8 ойында 5 рет жеңіске жетіп, 3 рет тең ойнап, 18 ұпайды жинап, 1-8 финалға жолдама ала білді. Ал 1-8 финалдағы қарсыластары бізде германиялық Штутгарт клубы атанды, бірақ сенсация орын алып, бұл жерде Штутгарт клубы жеңімпаз атанып кеткен екен. Негізі камбэк жасауға өте жақын болғанын көре аламыз. Ал бізде Чемпиондар лигасының иегері Ливерпуль клубы атанды. Бұл маусымда біздің ойыншы Савич 38 ойында 24 гол соғып, үздік сұрмерген атана білді. 3-ші орында бізде Турам тұр екен, 30 ойында 21 голдың авторы атана білген. Ал енді голдық пастарға келсек, голдық пас бойынша бізде Турам 33 ойында 8 голдық пас берген екен. Осылайша біздің видео өз соңына да таяп қалды. Видеоны лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі айға дейін бұл арнада 1000 оқырманды толтырып тастайық. Ендеше сіздермен болған Бандос FIFA, келесі видеода жүздескенше.